Мен 339 қылмыстық кодекстің 339 бабы 3 деген 3 бөлігі ғой. Сонымен істі болып отырық. Киіктің мүйізі дереванттарына байланысты. Оны біздер енді даладан мылтық ұстап атып, қуып жүріп атып алған, кесіп алған ештеңеміз жоқ. Даладан жаңа шашылып атады, мүйіз деген соны жинау мақсатында, сондай мақсатта келген адамдарымыз жалпы. 7 жыл 3 ай срогымыз бар, басымызда миллиард жарымдаған иск бар. Мен лишний өзімде. Енді қалған сотталушылар бар, айналамда көп. 5 миллиард, 6 миллиард жаңағы өшеріппен жүрген балдар бар. Бәрінің де семьясы бар, былай қарасаңыздар. Мен 2024 жылы сәуір айында 7 жылға үкім кесілді. 1 жылдан асты осы мекемеде жазамды өтеп жатырмын. Киіктің мүйізін тасымалдау және сақтау ретінде. Бірақ біздің бабымыз бойынша браконьерство. Сол статьямен сотталып отырмыз, жазамызды өтеп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде көп алаңдататын нәрсе жаңағы тасымалдау мен сақтау және атқан кісілердің ара-жігін ажырату. Сол тиісінше жазаның түрлері тоже бөліну керек деп ойлаймыз. Одан кейінгі біздің келіспейтін мәселеміз иск мәселесі. 2 миллиард 85 миллион ілінді, маған мысалы ондай сума қайдан алған ешкім түсіндірген жоқ. Калькуляция қалай жасалған тағы да түсіндірген жоқ. Сондықтан жаңағы біз көтеріп жүрген мәселенің бәрі осы жаңағы мәселелер деп ойлаймын. Мен бұл туралы кезінде Әлихан Смайыловтың үкіметіне депутаттық сауал жолдағам. Сонда бір ғана нәрсе ұсынған. Бұл мүйіз дейтін халықаралық нарықта үлкен сұранысқа ие дәрі ретінде. Әсіресе көршілес Қытайда оның 1 килограммы $2000 мен $4000 аралығында. 1 килограммы. Былайша айтқанда бір киіктің мүйізі сондай ақша тұрады, ойлап қараңыз. Енді осыны біз аламыз да соттаймыз азаматтарды, олардың орнына сол шығынды ілеміз де, мүйіздің өзін сот үкімімен өртейміз. Былай қарасаң ақылға сыймайтын дүние. Енді соның орнына үлкен бір жаңағыдай мынау қойма жасап, сол қоймада сақтау туралы белгілі бір уақыт келген кезде халықаралық нарыққа шығару үшін, немесе міне бүгін ғана мына болған отырыста мынау ВАП-тың есебін тыңдадық, иә? Мынау дәрі-дәрмектер жасау жөнінде мемлекет басшысының тапсырмасы орындалмай жатыр. Яғни бізде қазір 5%-ның көлемінде екен отандық өндіріс дәрі-дәрмек саласында. Соны 20%-ға дейін көтеру туралы тапсырма орындалмай қалды мемлекет басшысының. Ал енді осы дәрі-дәрмекті өзімізде жасауымыз керек қой, сол Қытайдағыдай қылып. Оны да қолға алуға болар еді ғой. Жоқ, маған тікелей Әлихан Смайыловтың өзінің қолымен біз бұл мәселемен айналыспаймыз, бізге бұл қажет емес деген премьер-министрдің жауабын алдым. Сонда егер киіктің мүйізінің түк бізге құндылығы жоқ болатын болса, міне көрші отырған ең болмаса Қытайға сатып пайда таппаймыз ба? Бұл былайша айтқанда ақылға сыймайтын дүние ғой. Және осыдан 2 жыл бұрын киікті атуды мемлекет өзі қолға алып еді, үкімет. Енді 1 жыл, бір ғана сезонда атты да, сосын тоқтатып тастады. Сол кезде жиналған мүйіздерді неге екені белгісіз 3000 километр жерге тасып Алматыда сақтап отыр. Ал Оралдан аулайды, Торғайдан аулайды, Алматыға келіп сақтайды. Не үшін олай салды? Ол жерде де сыбайлас жемқорлықтың белгілері бар деп есептеймін өз басым. Себебі қазіргі таңда менің қолымдағы мәліметтерге сенетін болсақ, ол жердегі киіктің мүйізі температуралық режим сақталмағандықтан жарамсыз деп танылып, якобы далаға апарып өртеп жіберіпті, жаңа акт жасап. Енді сонда айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылып жатқан жағдайға тап болып отыр. Ауылдың қарапайым жұмыссыз күнін әрең көріп отқан ауылдың тұрғындарын апарып соттаймыз, аямай. Түрмеге отырғызамыз. Миллиондаған, миллиардтаған шығынды өндіреміз олардан. Ал сол сот саласының өзінде бұрын Атырау облысында заттай дәлелдеме деп танылған киіктің мүйіздері өте ірі көлемдегісі. Алматы қаласынан табылып, Алматы қаласына тағы да сотталды сонымен адамдар. Яғни сот саласының бірде-бір қызметкері бірақ сотталмайды. Мынау жағдай сақтап, оны мен соның енді жарамсыз болып қалғанына үлкен күмәнім бар. Сол қойманың басшылығына қатысты олар ешкім сотталмайды. Тек қана ауылдың қарапайым күнін әрең көріп отқан өзіміздің бауырларымыз ғана істі болып отырғандығы мен жаныма батады. Аз уақыт емес қой енді. 7 жыл уақыт деген аз уақыт емес. Постоянно енді дүңкіде ойда жүресің ғой енді, қашан бітеді. Срогым біткен уақытта да мына миллиард жарым иск қалай төлеймін деген оймен істеймін. Семьям қалай болады, бала шағам қалай болады. Аз ақша емес енді миллиард жарым иск төлеу деген. Так, маған деген қазіргі таңда осы
2022-ден бастап істі болып сотталдық. 3 жыл жарымдай уақыт өтті, әлі 3 жыл жарым уақытымыз бар. Иә. Есіктің қазір төлеп жатырық. Біздер 85 мың зарплаттың жаңағы 50%-ін төлейміз. Сонда осы кезге дейін есептеп келгенде бір миллионның үстіндегі өзім сондай төледім есікті қазір. Одан қазір 100 есе көп бар. Онымен до конца бітіру үшін қайтадан өмірге келу керек шығар. Басқалай мүмкін емес, оны төлеп бітіру деген. Болған оқиға солай. Астана қаласынан тауар ретінде беріп жерді белгісіз біреулер. Мен оның мүйіз екенін білген кезде өзіме қалтыруды ұйғардым. Енді ары қарай ойладым, қымбат тұратын нәрсе деп. Ол аяғында жаңағы түкке тұрмайтын нәрсе болып шықты ғой. 11 адам сотталдық қазір. Bir ауылдан 11 адам. Бәрінде 4, 5, 6 баласы бар, мысалға. Мына жерде қасымда сотталған адамдардың бәрінде семьясы бар, жаңағындай 4, 5, 6 баласы бар. Осы үшін кәдімгі біреулер семьясынан ажырасып отқан адамдар бар, мысалға. Бала шағасын не істей алмай жатқандар. Түзету мекемесі бізге ең бір артықшылығы басқа жаңағы жүйеден бізге жұмыс беріп отыр. Оған жаңағы әкімшілікке, жұмыс берушіге бәріне рахмет айтамыз. Жұмысымыз бар, 5 күн жұмыс істейміз. 2 күн осындамыз, іште 1 күн қалаға шығып, жаңағы Моншаға, Шаштаразға баруға болады. Жаңағы жалпы жағдайымыз жаман емес. Әрине бостандыққа жетпейді. Біз енді күндіз түні өкіметтің қарауындағы адамбыз, мүмкіндігіміз шектеулі, бірақ ешқандай жаңағы өтініш жоқ, жалобы жоқ, жақсы бәрі. 3 жыл жарымның ішінде жұмыс жасап жатырық. Біздер қазір 85 мың минимальный зарплатымыз бар. Соның жаңағы 50%-ін есікке ұстайды. Есікке 50%-ін енді 40 мыңдай ақша ғой енді. Өзіміздің жаңағы керек жарағымыз болады. Енді жаңағыдай Моншамыз бар, баратын, демалыста жаңағы қалаға шығарады, положено выход корт дегеніміз бар. Қалған жаңағы 5-10 теңгесін семьямызға аударамыз. Енді көп бөлігі енді семьямызға кететіннің көп бөлігі жаңағы есікке төлеп жатырық қой енді. Есікке ұстап жатыр бізден қазір. Сосын бізде жаңағы бір отпускіміз бар, барып келетін. Жылына бір 2 рет 10 күннен жаңағыдай үйге барып келетін неміз бар, заң бойынша возможностьіміз бар. Оғанда да енді тәртібіңе қарайды, адамның тәртібіне жаңағы келгеннен бастап қалай жүрсін, соған қарайды біздің әкімшілік. Ауыр, конечно, өз аяғыңмен түрмеге келу ғой енді, үйден шығып, өз аяғыңмен, семьяңмен қоштасып түрмеге келу ауыр, конечно, ол деген. Мен 3 жыл жарымның ішінде 6 рет барып келдім. Келгің келмейді ғой, амал жоқ қой, бірақ баратын, келетін жерін біліп тұрасың ғой енді, келмесен заң бар. Басқалай заң қолданады, мысалға сен мына жерде болмайсың, ол кезде келмей қалсаң, білесің келетініңді, білесің срогың бар екен, білесің сотталған екенін ұмытпау керек қой, главный. Әрине ол үйдегі жағдайға ештеме жетпейді ғой, бала шағаңның қасында, семьяңның қасында, өзіңнің үйінде, мына жерде енді қаншама жағдайың нем болғанмен айналаңда туысқандарының бәрінен алыстасын, жаңағы ойыңдар, срогың бар, исігің бар. Соны ойлайсың да жүресің ғой, болды, басқа не жоқ қой енді бұл жерде. Балам 1-ші классқа барды, онда болған жоқпын, қызым 1-ші классқа барды, онда болған жоқпын. Кішкентай кездердің бәрі көре алған жоқпыз, кетті, өтіп кетті. Сондай өкініштер бар, әрине. Әкеміз ауырады, анамыз ауырады, керек уақытында қастарында бола алмай жатырық деген сияқты. Сондай өкініштер бар, әрине. Бірақ енді басқа түскенге көніп жүріп, бір өзгеріс болар, бір жақсылық болар деп қаралып жатыр ғой деген ниетпен. Әрине, бұлай айтқанда жаңағы жазасын өтеушілердің бәрі сол жаңалықты күтіп отыр. Өткен жылы Абзал Қыстыпа мырза өзі келіп кездесіп өткізгеннен кейін біз бір үмітіміз оянғандай болды. Сол қашан өзгереді деген сұрақ біздің көкейімізден кеткен жоқ, әлі де кетпейді. Санап жүріп, шыны керек, санап жүріп, қазір деген осы жақында теледидардан көрдік, мәжілістен қабылдап өткен. Енді сенатқа кетті ғой, заң бойынша қараймыз бәрін. Көп болса бір енді 2 айдың ішінде сенаттан өтетін болар деген ойымыз бар, ойымыз. Ар жағында енді президентіміз бар, қол қояды, сонда бір сентябрьге қарай әйтеуір босататын шығар деген үміттеміз енді. Қатты үміттеніп жүр адамдардың бәрі осындағы. Қолданыстағы қылмыстық кодекстің 339 бабымен күні бүгінге дейін жалпы сотталған адамдардың статистикасы 2019-да заң күшейтілді. Содан бері сотталған адамдар саны 800-ге жуықтайды. 800-ге жуық.
олардың енді басым бөлігінің сот актілері, үкімдері менде бар. Барлығын сұратып алдым бас прокуратура арқылы. Енді осы күні кеше Сенатқа жолданған заң деген енді статусқа ие болады ғой мәжілістен шыққаннан кейін. Яғни қолданыстағы қылмыстық заңнаманы жетілдіру туралы заңда біз 3 бірдей кодексті қамтыдық: қылмыстық кодекс, қылмыстық процесс, қылмыстық атқару кодекс. Міне осы заң жобасының аясында 339 бапты біз екіге бөлдік. Яғни 339 баптың өзі сол күйінде қалды өзгеріссіз, және одан 339 прим 1 деген бапты бөлек алып шықтық. 339 прим 1 жаңа сол сіз барып жолыққан Павлодардағы киіктің мүйізін даладан жинаймыз деп, немесе оны біреуге сатамыз деп, немесе бірден сатып аламыз деп, немесе сақтаймыз деп, немесе мынау такси жүргізушілері соны бір жерден екінші жерге алып барғандығы үшін сотталған азаматтарға қатысты. Бұлардың ішінде қолына мылтық алып сол киікті атқан азаматтар жоқ. Олар болған жағдайда олар 339 баптың өзімен істі болады. Және бұл жерде ең басты жаңалық 339 прим 1 бойынша жаза көлемі едәуір жеңілдейді. Екіншіден, мынау экологияға келген шығын, енді өзіңіз көзіңізбен көрген шығарсыз, барған кезде миллиондаған, тіпті миллиардтаған шығын бір адамның мойнына ілініп қойған. Осы шығын толығымен алып тасталады. Ол тек қана 339 баппен, яғни қолына қару алып, осы заңсыз аң аулаумен айналысқан азаматтарға қатысты ғана қолданылатын болады. Қылмыстық кодекстің 5-6 бабының талаптарына сәйкес заң жеңілдетілген жағдайда оның кері күші болады, ал ауырлатылған жағдайда кері күші болмайды. Бұл жағдайда заң жеңілдетілген жерде бұның кері күші болады. Яғни әрбір жазасын өтеп жатқан азаматтар, сотталғандар, сол жергілікті жердегі сотқа арыз береді. Жаңа соттар соған сәйкес жаңа баппен олардың істерін қайтадан саралайтын болады. Сол арқылы жаза көлемінде жеңілдететін болады, және айыппұлдары мен мынау шығындарды алып тастайтын болады. Енді ол үшін әуелі Сенаттан шығу керек, екіншіден мемлекет басшысы оған қол қою керек, содан күшіне енгеннен кейін барып басталады. Енді егер Сенаттан аман-есен шығып жатса, менің жоспарым, менің жобам бойынша бұл күзге дейін енді күшіне еніп қалу керек бұл заң. Сол 800 адам барлығына да тікелей қатысы бар. Өйткені олардың ішінде нақты қолына қару алып, киікті атумен айналысқан адамдар жоқтың қасы десе де болады. Қазіргі таңда қолына қару алып, киікті ату еш мүмкін емес. Өйткені оны дронмен де қарайды, жаңа джиптар беріп қойған ол мекемеге, ол жаңа спонсорлардың есебінен. Сондықтан мына киікті бағушылардың саны бізде мынау Батыс Қазақстан облысында өте көп. Сондықтан қазір киік адамнан қашпайды біздің жақта. Адамдар киіктен қашып жүреді, керісінше. Сондықтан ондай қолына қару алып, заңсыз атқан азаматтар жоқтың қасы деп отқан себебім сол. Келеді, алатын кісілер ұсталмайды, бірақ бұл жерде. Жаңағы біз сияқты ауылдың адамдары, қарапайым адамдар келеді, пападайт етеді жаңағыға. Бірақ алып жүрген адамдар жоқ, ұсталмайды да, жоқ болып кетеді ар жағында. Шыны керек, көмекші болып, малшы болып, біреудің қырында жүрген адамдар бар. Мысалға, жазу білмейді, санау білмейді, ақша санау білмейтін адамдар бар, мысалға, жүрген сотталып осы жерде. Сотталған деген атымыз қалады енді. Өсіп батқан баламызға, қызымызға, мысалға, кімге де сотталған деген жаман ғой. Бір жерден болмаса, бір жерден айтылуы мүмкін деген сияқты ғой. Бір сабақ болды енді мынау деген. Өмірдегі бір үлкен сабақ қой енді. Өмірді қалай сүру керек, дұрыс жүру керек, ешкімнің ала жібін аттамау керек, как положено. Бірізбен жүру керек қошым.